Ассалаумағалейкум ағайын, бәріңізге қайырлы күн. Бүгін бізде супер антарктик редуктор тамасат. Бұны ашып жатқан себебіміз көбінесе машина газ қойғаннан кейін кішкене уақыт өткен соң бензинмен оталмайды, немесе светофорға келгенде, лежачий полицейге келгенде, немесе тормоз басып жатқанда көбінесе көліктер сөніп қалып жатады газбен. Солардың себептерінің біреуі, егер сізде газ болса, мына жерде газдың үш камерадан тұрады. Біріншісі антифриз, екіншісі газ, үшіншісі ауадан. Мына ауа мен мембрана, газдың ортасында мембрана жыртылып кетіп, былай қарай газ жіберетін болса, мына түтікше арқылы артық газ коллекторға барып, ары қарай бензин газбен көп араласып, богатый смесь болып, машина өшіп қалып жатады. Немесе таңертең машинаны оталдырғанда, мына жерге клапан жапқаннан кейін редуктор мен шлангының ішіндегі бүкіл газ коллекторға жиналып, таңертең оталдырғанда ол богатый смесь болып, машина дұрыс оталмайды. Солардың бір себебі осы редуктордан болуы мүмкін. Дәл қазір мында газды көп жіберіп қойған. Оның себебі мына мембрана. Мында микротрещина пайда болып, мына жердегі газдың барлығын ауаға жібереді. Ауаға жіберіп, машинаға яғни зақым тиеді, оталдырғанда немесе бағанда тоқтағанда өшіп қала береді. Соның бір себебі осы. Редукторларыңыздың уақытында тексеріп отырыңыздар. Егер де сондай проблема болса, сізде оны қалай тексеруге болады? Редуктордың басында түтікшені ашасыз да, мына жерге сабынды су немесе түкірік жағасыз. Сол кезде бұл шарик үрілсе, значит сізде газ жүріп жатыр деген сөз. Сізге уже ол кезде редуктордың мембранасын түгелдей ауыстыру керек болады. Бұдан болатын екінші тағы бір проблема болуы мүмкін. Адамдар көп кездеседі. Мына жерде үш мембрана, үш камерадан тұрады. Біріншісі ауа, мында ортасында газ, содан соң антифриз, яғни суға арналған. Егер де ауа мен газдың ортасындағы мембрана жыртылса, бұл жерде, яғни бағанада айтқандай, таңертең оталуына әсер етеді, және де тормоз басқанда, тоқтап жатқанда машина өшіп қалуы мүмкін. Ал егер де мына жақтағы мембрана жыртылатын болса, немесе басқа редукторларда мұнда деген әсер етпеуі мүмкін. Басқа редукторларда тек мембранамен тұрады, мұнда деген не бар? Темірмен тұрады. Тек мембраналы болғандарда, бұл газ бен судың ортасы жыртылып кетсе, газ суға өтіп, антифризға өтіп, системаны қайта машина қызып кете береді, немесе шлангілер жарылып кетуі мүмкін. Адамдар оны көп іздеп, даже кейбір кісілер кездесті, өзінің моторына отырсаған да кісілер кездесті, содан көріп, ең соңында ол газдың редукторынан болып шыққан кездер болды. Жалпы бұл жердің барлығы газда майланып қалған. Бұл газ, яғни бұл жердің кеуіп тұру керек, бұл жерде тек ауа ғана болу керек. Олай болмау керек. Ағайындар, редукторларды уақытында қарап тексеріп жүріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.